Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен бірге балықты духовкада пісіреміз. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Бұл тағамды дайындау үшін мен балықты тазалап дайындап алғанмын. Сосын дәміне қарай тұз, қарабұрыш себемін. Ішіне, сыртына, бүкіл жеріне тұз бен қарабұрышты сеуіп, сосын балыққа арналған дәмдеуіш, оның үстіне кішкене сұйық май құйып жіберіп, балықтың бүкіл жеріне жақсаңыз, жаңағы дәмдеуіш балыққа әдемі болып сіңеді. Сосын оның үстіне лимонның соғы балыққа керемет бір дәм береді, хош иіс, әдемі дәм береді. Достар, егерде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, астындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Екінші кезекте картопты да осылай жаңағы паприка, қарабұрыш, тұз салып дайындап аламын. Сосын тәтті бұрыш пен пиязды осылай араластырып, кішкене ғана тұз бен қарабұрыш салып араластырып жіберемін. Және енді чеснокты алып, оның үстіне қаймақ қосып, чеснокқа жақсылап араластырамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Енді жаңа араластырып алған қаймақ пен чеснокты осылай балықтың екі жағына бірдей жағамын. Сыртына, ішіне, бүкіл жеріне жағып шығамын. Сосын балықтың ішіне бағанағы турап алған помидорды балықтың ішіне саламын. Одан кейін жаңа картоп, екінші жағына тәтті бұрышым мен жуаны саламын. Енді мен балығым кішкене сеңгірамай қалды, адасыма, оны ештеңе етпейді. Сосын бетін осылай фольгамен жауып, әр жерінен кесіп, духовкада 250 градуста 40 минут пісіріп аламын. 40 минут өтті, енді бетіндегі фольганы аламын да, қайта духовкаға 20 минут, 25 минут духовкаға қайта саламын. Балықтың сырты қызыл болып, қызарып, әдемі болып піскенше духовкада тұрады. Мінекей, менің тамағым дайын болды, өте дәмді, керемет. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің арнамнан алыстамаңыз, каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз, асыңыз дәмді болсын. Менімен бірге осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығатын рецепт. Егерде балық жегіңіз келсе, дәл осылай пісіріп жеңіз. Өте күшті, керемет. Сау саламатта болыңыз.